Сәлеметсіздер ме балалар? Кезекті математика сабағына қош келдіңіздер. Біздер есептеудің тиімді тәсілдері тарауын аяқтадық. Есептеудің тиімді тәсілдерін жақсы меңгергендеріңізге сенімдімін. Бүгін біз алған білімімізді тексереміз. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Ал енді көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолданайық. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді. Көбейту амалына кері амалды атаңдар. Дұрыс, бөлу. Олай болса, көбейтіндінің мәні 12-ні бірінші көбейткішке бөлеміз. Екінші көбейткіш шығады. Көбейтіндінің мәні 12-ні екінші көбейткіш 3-ке бөлгенде бірінші көбейткіш 4 шығады. Көбейту мен бөлуге берілген өзара байланысты мысалдар төрттігін құрастырдық. Осы бөлімде біз әріпті, санды өрнектерді салыстыруды, жақшалы, жақшасыз өрнектердің мәнін табуды, амалдардың орындалу ретін анықтауды үйрендік. Тақтаға назар аударайық. Әріпті өрнектерді салыстыру үшін бірінші өрнекте жақшаның ішіндегі амалдарды орындап аламыз. Содан кейін амал таңбаларына көңіл аударамыз. Азайту амалымен берілген өрнекте нәтижесі қосу амалымен берілген өрнектің нәтижесінен кем болады. Олай болса, бірінші өрнегіміз екінші өрнегімізден кем. Ал енді балалар, санды өрнекті салыстыруды өздеріңіз үйден мұқият қарап шығарарсыздар деген сенімдемін. Енді балалар, амалдардың орындалу ретін еске түсірейік. Берілген өрнекте неше амалды орындауымыз керек? Дұрыс балалар, 3 амалмен орындалады. Өрнекте бірінші жақшалы өрнектің мәнін табамыз. Екінші бөлу амалы орындалады. Үшінші азайту амалын орындаймыз. Балалар, біз бүгін есептеудің тиімді тәсілдері бөлімін қорытындыладық. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.